Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі оңай жасалатын түрік наны базлама жасайтын боламыз. Ол үшін жылы суға сүт қосамыз. Содан соң ашыққа тұз бен қантты дәміне қарай сұйық маймен қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан соң оны ұнға қосып, жұмсақ қамыр едеміз. Содан соң ол қамырды 6 бөлікке бөліп кішкене тындырып аламыз да, қатты үлкен емес, видеодағыдай етіп жаямыз. Содан соң оны қызып тұрған табада жай отта екі жағынан аударып тұрып пісіріп аламыз. Сонымен біздің базлама нанымыз дайын. Оны біздің нан ыстық кезінде үстін сары маймен майлаймыз. Егер сізге рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетіңіз. Ас болсын!